Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Мен сіздерге бүгін қатпарлы сочный самсан түрімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Қамыры менде кәдімгі су, тұз, ұнға иленген қамыр. Бізде кәдімгі обычный қамыр болады. Сол қамырымызды алып, жақсылап жайып алатын боламыз. Одан кейін ертілген сары майымызды осылайынан жағып шығатын боламыз. Сары майымызды осылай жақсылап жағып алатын боламыз. Әрине өздеріңіз ыңғайлы қылып жағасыздар. Мен осылайынан қолмен жайып алдым. Барлығын жағып алғаннан кейін осылайынан қамырымызды созғылайтын боламыз. Яғни бұл бізде қамырымыз созылып, жұп-жұқа қамыр болуы қажет. Осылай барлық шетінен бірінші ортасынан бастап созуға тырысу қажет. Жақсылап барлығын создық. Одан кейін екі шетін осылайынан ішке қарай қайыратын боламыз. Одан кейін осылай оқтауымызға жақсылап барлығын орайтын боламыз. Тартып ораймыз. Біркелкі болуы керек әрине. Тартып жақсылап орағаннан кейін пышақтың көмегімен ортасынан бөліп алатын боламыз. Осылайынан бөліп алғаннан кейін қамырымызды осылай екі шетін ортаға алып келіп, ортасынан кесіп алатын боламыз. Ортасынан кесіп дайындап алғаннан кейін осындай пищевой пленкамызға салып, морозильникке 30-40 минутқа салып қоятын боламыз. 30-40 минут тұрады. Одан кейін ішіне салмасын дайындаймыз. Бізде осындай окорочка, яғни филені алып, жақсылап турайтын боламыз. Одан кейін осылай 2 пияз тураймыз да майға жақсылап бір қуырып алатын боламыз. 30 минут морозильникте менің қамырым тұрды. Енді осылайынан алып бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Одан кейін дәл осы форма бойынша қамырымызды жаятын боламыз. Іші осындай болып шығады. Дәл осы форма бойынша 4 бұрыш етіп жаятын боламыз. Бізде самсан начинкасы осылайынан пісіп дайын болып шықты. Начинкасын қамырдың ортасына салып, осылайынан қамырымызды біріктіретін боламыз. Біріктіргеннен кейін осылай екі шетін осылайынан бір-біріне жабыстырып, бізде конверт самса шығатын болады. Одан кейін бетіне жұмыртқасын жағып, 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.